Қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздерге закваскадан нан пісірудің оңай жолын көрсететін боламын. Ендеше видеоны соңына дейін көріп, подписка жасап, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші нан аштардан алдын заквасканы холодильниктен шығарып қою керек, 1 сағаттай тұру керек. Одан кейін міндетті түрде тамақтандыру керек болады. Шай қасықпен 4 қасық ұн салдым. Су құйып, жақсылап араластырасыз. Міне осылай өзінен 2 есе қатты көтеріледі. Дәл осындай болып көтерілген кезде біздің закваскамыз нан ашытуға дайын деген сөз. Заквасканы егер күнде нан пісіретін болсаңыз, холодильникке салудың қажеті жоқ. Ал егер аптасына 1 рет нан пісіретін болсаңыз, арасы ұзақ болса, онда холодильникке салып қою керек. Нан ашытамыз. 720 грамм ұнға 1 шай қасық толтырып тұз саламыз. Менің бакалымның көлемі осындай. Осы бакалмен толтырып 3 бакал ұн салдым және 1,5 бакал су құйдым. Қамырды осылай кішкене қолыңызбен илеп аласыз. Заквасканы осы ыдысқа шамалы толтырмай құйып салдым. Ол 330 грамм болды. Заквасканы салып, жақсылап 10-15 минутта илеп, қамырды орап, жылы жерге 1 сағатқа қойып қою керек. 1 сағат өткеннен кейін қамырды алып, формаға құйып қою керек. Сонда жақсы көтеріледі, әдемі болады. Менде торт пісіруге арналған форма бар, соны майлап, соған құйып қойдым. Бұның диаметрі 20. Егер осындай менікіндей формаңыз болмаса, биік нан пісіруге арналған табаңыз болмаса, онда ыстыққа төзімді ұстайтын жері пластмассовый емес кастрөлді жақсылап майлап, сол кастрөлге салып қойсаңыз болады. Қамырды дәл осылай бетін жауып 3 сағатқа қойып қоямыз. 3 сағаттан кейін біздің қамырымыз дәл осылай көтеріледі. Шамамен 200-220 градус аралығында 50-60 минут аралығында пісіріп алдым. Сіздің пешіңіз басқа болғандықтан, оның градустары басқа болуы мүмкін. Нан піскен соң бетіне міндетті түрде су жағыңыз, болмаса май жағыңыз. Сонда наныңыздың беті өте жұмсақ болады. Міне біздің нанымыз дайын. Қыздар, нанды ыстық кезде кесуге болмайды. Бірақ мен сіздерге көрсетуге асығып тұрғандықтан ыстық кезінде кесуге тура келді. Дәл осылай мен сияқты табиғи ашытқыдан нан жасап, өзіңіздің және отбасыңыздың денсаулығына қамқорлық жасаңыз. Достар, егер видео ұнаған болса, подписка жасап, лайк басып, мені қуантуды ұмытпаңыздар. Егер де сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазыңыздар. Барлығыңызға міндетті түрде жауап беретін боламын.